Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Бүгін біз осындай бір жасағаннан шығатын, өте жұмсақ болып шығатын күлче нанды жасайтын боламыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Осындай жұмсақ болып шығады. Өте әдемі көрінеді. Осылай дастарханға жасасаңыздар болады. Ең алдымен бізге жылы су. Жылы суымыздың үстіне жылы сүтімізді құямыз. Мөлшерлерін видеоның астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Енді сүтіміздің үстінен 2 ас қасық қантымызды және 1 ас қасық ашытқымызды саламыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Массамызды осы жақсылап араластырғаннан кейін оның үстінен 1 шай қасық тұзымызды саламыз және 70 грамм сары майымызды саламыз. Бөлме температурасындағы сары май сіздер ерітіп те салсаңыздар болады. Осылай қолымызбен осылай езіп аламыз сары майымызды. Енді алдын ала елеуіштен өткізілген ұнымызды 2-ге немесе 3-ке бөліп салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамыр жұмсақ болуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр шығатын болады. Артық ұнды қосудың қажеті жоқ. Осылай ұнымызды, екінші ұнымызды салып, осылай енді жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамыр жұмсақ болуы қажет. Енді илеп алдық қамырымызды. Енді бір немесе 1,5 сағатқа жылы жерге қойып, ашытып аламыз. Бетіне пакеттикпен немесе пищевой пленканы жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз 2 есе немесе 3 есе көтерілуі қажет. Осымен достар, біздің қамырымыз ашып шықты. Менің қамырым 1,5 сағаттай тұрды. Өте жұмсақ болып көтеріліп шықты. Енді табамызды алып, табамызды майлаймыз. Табамызға пергамент салудың қажеті жоқ достар. Егер пергамент салсаңыздар, күлчеміздің асты жақсы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан да табаға салып пісірсеңіздер, асты қоңырқай болып, әдемі болып пісіп шығатын болады. Енді қамырымызды алып 2-ге бөліп, осылай граммен бөліп аламыз. Менде 142-144 грамдай болды. Осылай дөңгелек етіп жасап аламыз. Осылай барлық күлчемізді жасап алдық. Май жағылған табамыздың үстіне осылай қойдық. Енді бетін пакетикпен жауып, 5-10 минутқа тағы да қалдырамыз. Қамырымыз тағы да көтерілуі қажет. Қамырымыз көтеріліп шықты. Енді осылай қолымызбен, саусақтарымызбен әдемілеп күлченің формасына келтіретін боламыз. Дәл осы рецептпен 8 дана күлче шығатын болады достар. Енді қамырымыздың үстіне 1 жұмыртқамызды жағып шығамыз. Осылай бетіне әсемдік үшін күнжітті қолдандым. 180 градуста 25 минутта пісіп шықты. Менің күлчелерім өте жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер достар. Сіздермен болған Айдана. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментария күтемін достар. Қош сау болыңыздар. Сіздермен болған Айдана.